Жамбылда 40-шы мектеп бар. Біздің аты өте белгілі мектеп. Ол атын Шәкен Ержетов колледжі бар. Үлкен шын бағындыру мақсатында Шәкен шынын бағындырған болатын Жамбыл ауданы жастары. Оның алдында Шерхан Мырзаға байланысты шын бағындырған болатын. Және осы Шәкен атамыздың ауылында, туып өскен ауылында ақындар, облыстық республикалық ақындар айтысы өткізілді. Және жыл сайын дәстүрлі көкпардан, ұлттық ойыннан жарыстар өткізіліп жатыр. Ғана осы жылы ғана облыстық бокстан жарыстар өткізілді. Бұның барлығы, жаңа өзіңіз айтқандай, өзіміздің ауданның тұлғасын